Сәлем оқушылар, бүгін бізде 10-шы тақырып 3-ші сынып 3 таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмі жергілікті жердің бедері. Так, бірінші тапсырма бізде өрнектерді қандай топтарға бөлуге болады дейді. Так, өрнектерді бірінші теңдеу, мынау теңдеу. Мынау амалдар. Өрнек. Мынау амал, өрнек, амал, өрнек. Жоқ, мынау да өрнек болады екен, өрнек болады. Яғни әріпті өрнектер болады. Келесі. Көрсетілген мынаны шығаруымыз керек. Бұл деп отырамыз 2 метр, 4 дециметр, 6 сантиметр, 7 дециметр, 2 сантиметр, 2 метр, 4 сантиметр, 24 сантиметр. 4 метр, 3 дециметр, 7 сантиметр, 437 сантиметр болады. 8 метр, 6 дециметр, 86 сантиметр. Мынау 57 дециметр, мынау 58 сантиметр болады екен. Келесі. Өрнекті құрастыр, бұлардың мәнін жаз дейді. 23 пен 3-тің қосындысы дейді. 23 пен 3-тің қосындысын 430 санынан азайт дейді. Яғни 430-дан азайтамыз. Сонда 430 азайту 26, 404. Келесі 250 санына қос дейді. 360 және 60-тың айырмасын. Бұл бізде 550 болады. Келесі 3000 бен 320 сандарының қосындысына 300 бен 320 сандарының қосындысына 250-ді қос дейді. 620, 870 болады. 420 мың мен 30 мың сандарының қосындысына 420 мың мен 30 мың сандарының қосындысына 200 мыңды азайды. Так, 30 мың, 450 мың, 250 мың болады. Так, 700 мың мен 230 сандарының айырмасынан 40 мыңды қос. Бұл бізде енді 470 мың, соған 40-ты қоссақ 510 мың. Келесі. Есепте дейді 39 қосылған 2, 41, 390 қосылған 20, 410. Мынау бізде 57, мынау бізде 570. Мынау бізде 83, мынау бізде 583. Мынау бізде 29, мынау бізде 729. Келесі, екеуінің қосындысы 583-ті береді. Мына екеуінің, 183. Мына екеуінің қосындысы 790-ды береді. Келесі, 750 санынан 21 санын азайтсақ, бізде 729 болады. 750-ден 210-ды азайтсақ, бізде 540 болады. 390 қосу 20, 410 болады. 390 қосу 200, 590 болады. Келесі. Сырым өзенмен 129 метр жүрді, ал Санжар 195 метр жүрді. Санжар сырымнан қанша метр алыс болды? 195 азайтасын 129, 6, 8, 6, 66 метр жүрді. Келесі, өрнектерді берілген мәндер бойынша есепте дейді. Яғни, бізге аның орнына 187-ні қой дейді. Оған қос дейді, 467-ні, оған 234-ті қос дейді. Сонда бізде 14 бір ойда, 14 ойдан 15, 5, 6 қосылған 234, бізде 888 шығып тұр. Келесін шығарайық. Міне 1000 санынан азайтасың 234-ке 328-ді қосқанда 1000 санынан сонда нешені азайтамыз? 562 санын азайтамыз. Сонда 8, 3, 9438 қалады екен. Так, келесі мына бос орынға мына сандарды қойып есепте дейді. 458-ге қосайық 64-ті, оған қосайық 126-ны. Мына
мына жерден 180, 190 шығады. Сонда 500, 648 шығады. Келесі 458-ге қосамын 122-ні, оған қосамын 126-ны. Сонда мынау бізде 580, 580-ге қосам 126-ны, 600, 706 болады екен. Келесі 458-ге қосам 52-ні, қосам 126-ны. 510, қосам 126, 636. Келесі 458-ге қосам 4-ті, қосам 126-ны. Сонда бізде 588 болады екен. Келесі тапсырма, қараңыздар. Мына жерде қандай амалдардың бойынша есепте дейді. Так, егер өрнектердің мәнін амалдар бойынша есептеген болса, ол қандай өрнектердің мәнін тапқан еді дейді. Амалдар бойынша есептеген болса. Так, мысалы, былай тапқан болар еді. А қосылған Б бізде С болатын болса, енді 27-ні 9-ға бөліп 3-ті тапты деп тұр ғой. Сонда 27-ні 9-ға бөліп. Енді мына жерде бізде болады 27-ден 3-ті азайтса 24 болады. Сосын 8 5-ім 40, 3 8-ім 24. Міне 40-тан 24 азайтып тұр, 16 шықты. 45-ті енді 9-ға қосса 54, 28 7-ге бөлсек 4. Енді 54-ке 4 қосса 58 болып тауып тұр. Енді балалар тіркеліп лайк басып кетеміз.